Әкіммен бірге хабарының кезекті шығарылымы Қазығұрт ауданындағы Шанақ ауылдық округінде жалғасын тапты. Құрамына 5 елді мекен кіретін бұл ауылда бүгінде 3-нан астам тұрғын тұрады. Ауылдың тыныс тіршілігі қалай, соңғы жылдары қандай оң өзгерістер болды? Инфрақұрылымдық әлеуметтік сала және тұрғындардың әл-ауқатын арттыру бағытында қандай жұмыстар атқарылуда? Алдағы минуттарда осы сауалдарға жауап іздеп, ауылдағы атқарылған істерге бірге көз жүгіртеміз. Ауылымыз кәдімгі бұрынғы қазақи дәстүрге бейім. Бұл әкім болып келгелі біраз мәселелер қозғалып жатыр. Бәрі бір газымыз келгенде қуанамыз. Біреуіне газ келген газ жақсы да. Қазығұрт ауданына қарасты Шанақ елді мекен, Шанақ округіне қарасты 5 елді мекен бар. 5 елді мекен жалпы 550 отбасы, 3622 халық саны бар. Жалпы бұл 5 елді мекенге қарасты әлеуметтік нысандар, жалпы білім беретін 3 мектеп бар, бір бастауыш мектебі бар. Сонымен қатар мәдениет үйі бар, сонымен бір дәрігерлік амбулаториямыз бар. Және әр елді мекенде ФАП дейміз ғой қазіргі. Сол ФАП салынған, сонымен қатар бір медпунктіміз бар. Халыққа осы нысандардың қызмет жасайды. Инфрақұрылым бойынша жалпы ауылдағы көшелер санына келіп тоқталатын болсақ, қазір таңда 5-2 километр асфальт салынуда. Осы шілде айында басталады. Былтырғы жылы тас жол төселінген. Кезекті жоспар бойынша кезең-кезеңмен жасалынып жатқан жағдай бар. Енді осы көшелер біткеннен кейін көшені жарықтандыру жағына көшеміз. Сонымен қатар мынау бізде спорт алаңшасы дейді. Ажар елді мекенінде бір жабық спорт алаңшамыз бар. Ал енді жалпы осы Шанақ ауыл округіне спорт комплексіміз керек. Оның жағдайы ол жерге де қазіргі таңда жері қарастырылып, бөлініп қойған. Алдағы уақытта спорт комплексі салынады деген мақсатта бар. Әкімнің айтуынша ауылдағы инфрақұрылымдық мәселелер кезең-кезеңмен шешімін тауып келеді. Бұл сөзді ауыл тұрғындары да растайды. Олардың айтуынша соңғы жылдары елді мекеннің келбеті өзгеріп, халыққа қолайлы жағдай жасала бастаған дейді. Мен осы Шанақтың байырғы тұрғынмын. Сонау 56 жылдан бері осында тұрамыз. Біздің ата-бабаларымыз осында тұрған екен. Совхоз болды, кейін әкімшілік болды. Сол әкімшіліктің ішіндегі осы соңғы әкіміміз өзіміз халық сайлаған. Жергілікті азамат, мектептің директоры болып, біраз жыл жұмыс істеп, кейін осы әкім болды. Бұл әкім болып келгелі біраз мәселелер қозғалып жатыр. Инвесторлар тартылып жатыр. Ауылдың тыныс тіршілігі бірай жөнделіп жатыр. Жолдар жөнделді, су тұрақты болатын болды, интернет қосылды. Қажеттіліктердің барлығы бар. Қажеттіліктер енді 100% болмаса да 90% қазір қамтылып тұр. Ұсыныс бар ма? Ұсыныс елді жұмыспен қамту жақтары енді қойылып жатыр мәселенің. Мынау инвестордың келуіне байланысты әйтпесем осы жастар қалаға қарай кететін еді. Енді жұмыс көздері ашылып жатыр. Тұрақтанады ғой деген есептеміз. Президент жолдауында айтылғандай, ауылға инвестиция тарту бағытында мұнда да ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Әкімнің айтуынша инвесторлармен келіссөз жүргізіліп, нақты жобалар қолға алынған. Бұл өз кезегінде жұмыссыздық деңгейін төмендетуге сеп болмақ дейді ауыл әкімі. Елімізде халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін, экономикалық жағдайын көтеру үшін біз жан-жақты инвесторлармен шақырып елде жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Соның бәрін айта кетсек, Шанақ елді мекенінде қазір шағын индустриялық аймақ ашылған. Ол жерде қазір жер көлемін толыққан шешіліп,
алғашқы мынау электр бағандар дейді ғой, су сымдары тартылып, жұмыстар басталып жатыр. Алдағы уақытта мынау 2020 жылдың екінші жартыжылдығында құрылыс жұмыстары басталу деген жоспарланып отыр. Сонымен қатар бізде мынау қазір индустриялық аймақ дейміз ғой, соған қосымша мынау 10 мың қой бордақылау мәселелері қаралып отыр. Оғанда кәсіпкеріміз келіп отыр. Оғанда жер мәселесі толыққанды шешілді. Енді 26-ның осы екінші жартыжылдығында құрылыс жұмысын бастауға дайын болып отыр. Сонымен қатар тағы да мынау ет өнімі байланысты бордақылау алаңын салып, ет өнімдерін шығаратын кәсіпкеріміз дайын отырып, оған қазіргі таңда мына жерді қарастыру жағында қарастырып отырмыз. Сонымен қатар бізде осы Шанақ ауыл округінде жалпы мынау ауыл шаруашылығына бейім, ауыл шаруашылығының ішіндегі мал шаруашылығын егін шаруашылығына бейім. Сондықтан да біз қазір көбінесе о жердегі егін шаруашылығында 16 мың гектар егілсе, соның 10.700 гектары күзгі егістік болып табылады. Одан кейін көктемгі жаңағы егістік дейміз, мақсары, арпа дейміз, ол 5 мыңдай көлемінде егілген. Сонымен қатар енді малға келіп тоқталатын болсақ, қазір мал 35 мыңдай мал бар. Ол 5 мыңы қара мал болатын болса, 7 мыңдай жылқы мал дейміз. Осы 4 түліктің 3 түрін көбінесе бізде айналысады. Таза Қазақстан аясында жалпы жылдық жоспар түзілген. Сол бойынша жоспар бойынша жұмыс атқарып келе жатырмыз. Біз әр сенбі сайын семіргі жұмыстарын ұйымдастырамыз, тазалық жұмыстарын ұйымдастырамыз. Сонымен қатар бізде көше-көшеге бөлінгенбіз. Әр көшені тиісті уақытта тазалап реттеліп отырады. Сонымен қатар цифрландыру дейді. Цифрландыру бойынша бізде қазір Starlinkпен қамтамасыз етілген, интернет желісі жақсы. Енді бұл жерде бір елді мекен бар, станция Шанақ деген, және ескі Шанақ. Сол елдерде жаңа байланыстары кейде сәл төмен дәрежеде байланыс көрсетіп отырған жағдай бар. Бұл жерде жұмыс жасалып жатыр, бірақ ол жерде халық саны абоненттің аздау болғандықтан, ол жерде жаңағы Билайн дейміз, басқа дейміз, соларды тартып жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта оларда толыққанды шешіледі деп ойлап отырмыз. Енді Шанақ ауыл округі жартылай шөлейт аймақ болып табылады. Жер көлемі айтып отырмыз ғой. Кең болғандықтан біздер ауылымыз кәдімгі бұрынғы қазақи дәстүрге бейім. Және сонымен қатар бізде Наурыз мерекесі дейміз, басқа іс-шара дейміз, кең көлемде өтіп жатады. Сонымен қатар көктемде бізде Қызғалдақ фестивалын өткізіп жатамыз. Бізде де табиғаттың әр жерге бұйыра бермейтін бір сондай сұлу ерекшелігі. Қызғалдақ керемет жақсы өседі. Сонымен қатар халықтың да ауылдың жердің табиғатына қарай көңілі де кең адамдар деп есептесек те болады. Инвесторлармен қатар жергілікті кәсіпкерлерге де қолдау көрсетілуде. Солардың бірі жеке кәсіпкер Садықов Әділхан. Ол ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы бағытында да бірнеше кәсіп жүргізіп отыр. Кәсіпкердің айтуынша мемлекет тарапынан бизнес дамытуға қажетті жағдай жасалған. Аудан әкімі, өзіміздің ауыл әкімі бізге қолдау жасап тұрады. Жанар майдан, және де көктемгі дала жұмысы деген бар ғой бізде. Соған көктемде соған кредит алдық, 5%. Соған арқасында тілік істеп жатырмыз. Уақытылы тіліктерімізді қолды жәрдемін беріп тұрады. Бұл ауыл әкімін өзіміз сайлап алғанбыз. Ауыл болып, ел болып. Енді газымыз келген, ауыз суымыз жақсы. Аққұра деген білесіздер хабарларыңыз бар. Содан самотек су келіп тұр, ауыз суымыз жақсы. Енді жарықтанды істейміз деп жатыр.
көшелерімізге құдай қаласа одан болады деп отыр. Сода кемшіліксіз ауыл бола ма? Болады ғой жаман. Былай жағдай жасалған, Иә, бұлайша жағдайымыз жақсы. Бәріне бір газымыз келгенде қуанамыз. Природный газ келген газ жақсы да. Бүгінгі шығарылымда береке мен бірлігі жарасқан, қазақы дәстүрі мен болмысы сақталған ауылдың тыныс тіршілігін бірге көрдік. Осындай ауылдардың ажары ашылса, елдің еңсесі биік болары анық.